Сәлем достар! Бүгін сіздермен еті жұп-жұмсақ болып, дәмді болып пісетін жаркое тағамының рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Әуелі жуамызды алып, бөліктерге бөліп, осылай турап аламыз. Бізге енді 1 килодай картоп қажет болады. Мен сыртын ашып, жуып дайындап алдым. Осылай бөліктерге бөліп, өздеріңізге ұнайтындай формада турап дайындап алсаңыздар болады. Етімізді ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Қазанымызды қатты отқа қоямыз. Түбіне сұйық май құйып, қызғанша күтеміз. Майымыз қызған соң, етімізді салып, жайлап қуырып аламыз. Етімізді әрбір 15-20 секунд сайын араластырып отырамыз. Етіміздің суы тартылып, қызарып пісе бастағанда пиязымызды саламыз. Оны да араластыра отыра, пиязымыз сарғайып піскенше қуырып аламыз. Пияз бен етімізді қуырып алғаннан кейін картопымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де түрлі қоспаларды қосып, дәмін келтірсеңіздер болады. Барлығын майда жақсылап қуырып алғаннан кейін, жарты стакан суымызды қазанға құямыз. Суымыз қайнағаннан кейін қазанымыздың бетін жауып, жай отта 45-40 минутта пісіріп аламыз. Тағамымыз дайын болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Міне, тағамымыз да дайын болды. Дәмі өте дәмді, керемет болып пісті. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Тамашалағандарыңызға рахмет.